Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Бүгінгі тақырып тіс. Тіс ауырса не істеуге болады және тіс күтімі туралы. Тіс ауырғанда ол көп мазасыздықты тудырады. Егер сенің тісің қатты ауырса, тіс ауруынан құтылу туралы біздің кеңесімізді тыңда. Өткір тіс ауруы деген не? Ол сен күлгенде, жырайғанда, ішіп жегенде, су ішкенде, жақты ашып жапқанда және де басынды бұрып алғанда, кейде тіпті тыныс алғанда да ауырады. Себебі суық ауа аузына кіріп, сезімтал тіс арқылы өтеді. Өткір тіс ауруы түнде немесе демалыс күні болғанда ауырса және 24 сағаттық стоматология клиникасына жүгіруге ешқандай мүмкіндік жоқ болса, төтенше жағдайларға да қолданатын уақытша жеңілдететін нәрселері жүгіну ғана қалады. Өткір тіс ауруларын жеңілдету жолдары: тіс кеңістіктерінен және тістің қуысынан тамақ қалдықтарын мұқият тазартып, болашақта таза ұстау керек. Сода ерітіндісімен 1 стақан судан 1 шай қасық тісіңді шайып шығу керек. Ауру тістің үстіне үлкен арақ сусынын ұстау қажет. Қызыл иек: белгілі бір мөлшерде алкогольді сіңіріп, тіс үйіп қалады. Мұздың жартысын сору қажет. Сондай-ақ мұзды аурудың тістің немесе көрші тістің үстіне кем дегенде 3-4 рет 15 минут бойы қолдануға болады. Тіс ауырса не істеу керек? Қолменен уқалау қажет. Бұл тістің аурусының 50%-ға ғана төмендетуі мүмкін. Саусақ сүйектерінің үлкен және көрсеткіш сүйектері кездесетін орнын В пішініндегі аймақты мұзымен сүрту керек. Абайлау керек. Мұзды осы аймақта 5-7 минут қысыммен басу қажет. Бұл процедураның әсері бұлшықет ауруы әдетте нерв жолдары бойына жіберілетін импульстарды жіберген кезде негізделеді. Осы жолдар бір уақытқа тек бір сигналды жүргізе алғандықтан үйкеліс ауруы ығыстырады. Тіс ауыратын жақты шайнамау. Аузына кірген ауа ауырсынуды ұлғайтса, онда ауызды жабық күйде ұстау керек. Кейде тіс ауруы адамның дұрыс емес тістеу жағдайынан нашарлауы мүмкін. Бұл жағдайда мүмкіндігінше аузын тіс дәрігері көргенше жабу керек. Ауырсынуды басатын дәрілер қабылда. Анальгин, баральгин, сидалгин сияқты дәрілер. Сақ болатын бір нәрсе ол аспирин. Аспиринді көп мөлшерде қабылдамау керек. Өйткені оның көмегі аз және денсаулыққа зиянды. Ауырсынуды басатын дәрілерін дәрігерге барғанға дейін 3 сағаттан кешіктірмей тоқтату керек. Себебі ол аурудың өнін бұзады және диагноз қоюға қиындатады. Жылытқыш компрессормен басуды жасамау маңызды. Бұл процедура жағдайда едәуір нашарлатып, әрі қарай емдеуді қиындатады. Әрине, антибиотиктерді білікті кеңессіз және дәрігердің тағайындауынсыз қабылдауға болмайды. Жалпы кез келген аурудың антибиотиктерін қабылдау өте маңызды процедура. Бұл дәрі-дәрмектер емделушілер жиі ойлағандай күніне 3 рет бір таблетканы қолдану емес, ол басқа арнайы схемадан қабылданады. Бір таблетканы керек болса, қалған жағдайда ғана қолдануын зияннан басқа ештеңе әкелмейді. Бұл бәрі тіс дәрігеріне барар алдында жасалуы мүмкін. Және кезекші емханадан қорықпа. Өйткені көп жағдайларда тісті алмай-ақ және тұрақты пломба қоймай-ақ алып тастауға болады. Тағы да тіс ауруынан құтылу жолдарының бірі. Егер сіздің тісіңіз қақсап, маза бермей ауыратын болса, бірден дәрігерге көрінгеніңіз жөн. Себебі бұл тіс ауруынан құтылудың ең оңай жолы. Алайда, өкінішке орай ауру айтып келмейді. Ол кей жағдайларда ең бір қолайсыз сәттерде туындайды. Мысалы, кешкілік уақытта, сол кезде жанында қоярға жер таппай, ары-бері қозғалшықтап, еріксіз көзіне жас сорғалайды. Мұндай жағдайда не істеуіміз керек? Сіздерге тіс ауруынан құтылудың әдістерін айтпас бұрын кішігірім ескерту айта кету қажет. Біз айтатын де отырған ем-дом шаралар тек тістің ауруын қойдырады, ал толық емді тек дәрігер ғана көрсетеді. Тістің қақсап сыздап ауыратыны белгілі. Сондықтан біріншіден тіс ауруын қойдыру бұрын ми жүйесін алаңдатуымыз керек. Ол үшін ежелден келе жатқан халық медицинасын пайдаланамыз. Қолыңызға сарымсақтың бір тал кеспесін алып, оны 2 бөлікке кессеңіз, одан кейін 2-ге бөлінген сарымсақты ауыратын жеріңізге апарып басыңыз. Сарымсақты тіске неғұрлым жақынырақ қойсаңыз, соғұрлым ауру тез қояды. Сарымсақ шырыны тістің тамырын жылдам тыныштандырады.
Бұл шамамен 5-10 минутқа жалғасады. Осы уақыт аралығында сырқат жайлап басылады. Екінші әдіс. Бір бума мақтаның кішкене бөлігін алып, оған жарты қасық көлемде ас содасын себіңіз. Ас содасы төгіліп қалмас үшін оның орағаныңыз жөн. Кейін компрессті ауырған жеріңізге 10-15 минут ұстаңыз. Осы уақыт ішінде ауру бірнеше есе күшеюі мүмкін, бірақ сәл шыдамдылық танытсаңыз, ауру ізсіз жоғалады. Үшінші тағы бір әдіс. Арнайы тіс ауруын қойдыратын дәрі-дәрмек пайдалану. Мысалы, баралгин, нурофен, анальгин, кетанав және де кетанал деген дәрілерді қолдануға болады. Ал енді тіс күтімі жайлы не білесіз? Тіс күтіміне тоқтала кетейік. Адам тісі оның негізгі мәшинесі. Өйткені қандай тамақ болсын тіспен шайнап жейді. Тісі жоқ адамның сөзі дұрыс болмайды. Тіс адамның бет әлпетінің сұлулығын қамтамасыз етеді. Тісі түсіп қалу тіс ауыз қуысының гигиенасын сақтамағандықтан болады. Сондықтан да тіс пен ауыз қуысын ерекше күтімге алған жөн. Тіс және ауыз қуысы күтіміне мына төмендегілер жатады. Біріншіден, белгілі бір дағды бойынша тіс ысқышты пайдаланып, тісті үнемі тазартып отырған жөн. Тіс щеткасын пайдалануға қолайлы болған дұрыс. Синтетикалық материалдардан жасалған щеткаларды 3-4 айда ауыстырып отырыңыздар. Қызыл иекті де қолмен ысқылап, ерінбей массажды үнемі жасап отырған дұрыс. Тісті төменнен жоғары немесе керісінше тіс тазалаған жөн. Тіс тазалау мерзімі 3-4 минуттан аспауы қажет. Тіс тәулігіне 2 рет тазартылуы тиіс, таңертең және ұйықтар алдында. Ауыздан жағымсыз иістер шығып тұруы мүмкін. Оны кетіру үшін марганцовкадан оның әлсіз ерітіндісімен шайған жақсы нәтиже береді. Тіс щеткаларын сабындап, таза сумен мұқият түрде жуып, спиртпен дезинфекциялаған жаман болмайды. Тіс пасталар және ұнтақтары құрамында гигиеналық, сондай-ақ арнайы қосымша бөлек биологиялық, физиологиялық белсенді заттар енгізіледі. Тұздар, ферменттер, биологиялық катализаторлар, микроэлементтер, магнум, купрум, феррум және фтор, кальций, хлорофилл, жасыл пигмент өсімдік жапырақтарынан өндіріледі. Олар тіс ткандеріне, қызыл иекке, кілегейлі қабыққа және ауыз қуысына жағымды терапиялық әсер етуге есептелген ем-домдық профилактикалық көптеген тіс пасталарынан шығарылады. Тісті тазартқаннан кейін ауызды эликсирмен шайындар. Міне тіс күтімі осындай деңгейде жүруі керек. Тіс щеткаларын таңдағанда орташа қаттылықты оқшау қуыстарына жететін және міндетті түрде пластикалық щеткаларын қолданған жөн. Өйткені қылдан жасалған щеткалар доңыз немесе ат қылдарынан жасалады. Қылдар көп мөлшерде су сіңіреді. Әрбір қыл талшығында болатын санлаулар бактериялардың көбеюіне өте қолайлы болып табылады. Бір тіс щеткасын бір адам қолдануы керек және 3-4 айда ауыстырып тұру керек. Тіс тазалағанда тіс пастасымен тазалау мәжбүрлігі жоқ. Аз мөлшерде тұзбен немесе содамен де тазалауға болады. Пастамен қолданғанда ноқат мөлшерде ғана жеткілікті. Щеткамен тазалағанда тіс еттеріне де массаж жасалуы керек. Алғашқыда тіс еттері қанайды, бірақ жүйелі түрде тазалау арқылы тіс еттері беріктенеді. Щеткамен тазалау етке тіске қарай бағытталу керек. Аузында тіс тастары болғандар көп кешіктірмей тіс дәрігеріне көрініп тазалауы керек. Ауыз және тіс күтіміне месуак қолданудың да маңызы өте зор. Хош иістілігі және алып жүру қолайлығы жағынан да тиімді. Месуакты тұрақты қолданғандарға тіс шірігінің тоқтағаны, тіс еттерінің мықты болғандығы, ауыз иістерінің қалмағандығы байқалады. Месуак Арабияда өсетін ирак ағашының бұтағы. Тіс жіптерінің де щетканың да жете алмаған тұстарына қолдануға болады. Сіздерге зор денсаулық тілейміз. Осы видео сіздерге пайдалы болса, арнамызға тіркеле кетіңіз. Лайк басып және достарыңызға бөлісе кетіңіздер. Видеомызды толық қарап шыққан адамдарға шынайы алғысымызды білдіреміз.